Қайырлы күн 4-ші сынып оқушылары. Қазақ тілі сабағына қош келдіңдер. Бүгінгі сабағымызды көңілді өлең жолдарынан бастайық. Қол алысып қане біз, достасайық бәріміз. Айтарым бар сендерге, тез тұрыңдар шеңберге. Қандай жақсы бір тұру, достар менен бір жүру, қандай жақсы дос болу. Осы айтқандарыңды орындауға бар күштеріңді саласыңдар деген ойдамын. Бәріңе сәттілік пен бестік баға тілеймін. Оқушылар, есімізге түсірейікші. Алдыңғы сабақта қандай тақырыппен таныстық? Зат есімнің тәуелденуі дегеніміз не? Зат есімнің тәуелденуіне кім мысалдар келтіргісі келеді? Тамаша, жарайсыңдар. Енді үйге берген 21-ші жаттығуды тексерейік. Ақсүйек ойыны. Сынып ішінде ақсүйек жасырынды. Қане, кім бірінші болып ақсүйекті табады екен? Бірінші тапқан оқушы үй тапсырмасын тақтаға жазады, ал қалған оқушылар қатесін тауып түзетеді. Ай мектеп. Аға, ұшақ деген атау ұш деген сөзден шыққан ба? Я, Дана, ұшақ деген сөз туынды зат есім. Зат есімнің басқа да түрлері бар ма? Я, әрине. Зат есімдер негізгі және туынды болып екіге бөлінеді. Терезе, жол, қанат сияқты негізгі түбірден болған зат есімді негізгі зат есім дейміз. Ал орындық, белдік, жолаушы, ұшқыш сияқты түбір сөзге жұрнақ жалғану арқылы жасалған зат есімді туынды зат есім деп атайды. Аға, қараңыз, мына ұшақтан от шығып келеді. Оны ұшқын дейді. Бұл да туынды зат есім. Көрме дегенде туынды зат есім екен ғой. Иә, біз көрерменбіз. Көрермен атауы да көр сөзінен туындаған зат есім. Екеуміз қатар тұрған орындарға отырсақ, көрші боламыз. Қайталайық. Негізгі және туынды зат есім. Зат есімдер негізгі және туынды болып екіге бөлінеді. Түбір сөзден болған зат есімді негізгі зат есім деп атайды. Мысалы, терезе, жол, қанат. Түбір сөзге жұрнақ жалғану арқылы жасалған зат есімді туынды зат есім деп атайды. Мысалы, ұшқыш, белдік, көрші. Талдау. Бейнебаян не жайлы болды? Зат есімнің қандай түрлері бар? Негізгі зат есім дегеніміз не? Бейнебаянда оған қандай мысалдар келтірді? Ал туынды зат есім ше? Оның мысалдары қандай болды? Жақсы. Ережені есіңде сақта. Негізгі түбірден болған зат есімді негізгі зат есім дейміз. Мысалы, ана, жер, көз. Түбір сөзге жұрнақ жалғану арқылы жасалған зат есімді туынды зат есім дейміз. Мысалы, іскер, байлық, кезекші. Сонымен оқушылар, бүгінгі тақырып қалай аталады деп ойлайсыңдар? Иә, бүгінгі тақырыбымыз негізгі және туынды зат есімдер деп аталады, ал бөлім атауы табиғат құбылыстары. Бүгін сендер оқыған мәтіннің тақырыбы мен мазмұнын өзара сәйкестігін, мәтіндегі негізгі ойды анықтайсыңдар. Сонымен қатар, мәтіндегі негізгі және туынды зат есімдерді табасыңдар. Осы мақсаттарға жету үшін ұзақ мәтінін оқып, тапсырмалар орындап көрелік.
Ұзақ. Бірде орман ағаштарын ауруға шалдықтырған жебір құртпен күрес жүргізетін арнайы бригада шақырылады. Мұнда келген бригаданың адамдары орманда қаптап ұшып қонып жүрген ұзақтан басқа бірде-бір жұлдыз құртты көре алмай қайран қалады. Сөйтсе, ұзақ келіп, жұлдыз құртты тазартып қойған екен. Ұзақ мешкей құс. Ол тояттау үшін толып жатқан зиянды жәндіктер қажет. Ал балапандары пайда болған кезде бұрынғыдан да көп жұмыс істеуіне тура келеді. Ұзақ әдетте топтасып, ағаш басына ұя салады. Зиянкес жәндіктерді жойып, табиғатқа қыруар пайда келтіреді. Рас, ұзақтардың кейде жаңа көктеп келе жатқан бидай жүгері, күнбағыс өскіндерін жұлып жейтіні бар. Мұндайда оларды өлтірмей, егістікке күзетші қойып, қуалап жіберуі қажет. Себебі ұзақтың зиянынан пайдасы көп. Ол кім? Бұл не кітабынан? Мәтінді талда. Бірінші оқушы мәтінді қалай талдайтынын айтады. Екінші оқушы тыңдайды. Үшінші оқушы түртіп алады. Кейін әркім өз пікірін айтады. Осы мәтін бойынша бір-бірлеріне сұрақ қояды. Жалпы мәтін мазмұны бойынша сұрақтарға жауап беріп, үштік әдісі арқылы өзара талдайды. Сұрақтары: мәтін не туралы? Мәтіннің мазмұны мен тақырыбы бір-біріне сәйкес келеді ме? Ойыңды дәлелде. Мәтіндегі негізгі ойды анықтап, үштік әдісі арқылы өзара талдайды. Мәтіннен зат есімдерді тауып, негізгі немесе туынды зат есім екендігін анықта. Осы айтылған тапсырмаларды әр 3 жұпта талқылап, бір шешімге келсеңдер, жауаптарыңды сыныппен бөлісіңдер. Жарайсыңдар, жұппен орындауға берілген тапсырманы өте жақсы орындап шықтыңдар. Ал енді жеке тапсырманы қалай орындайды екенсіңдер? Көрейік. Ережені ескер. Түбір сөздің соңғы буыны жуан болса, жалғанатын жалғауда жуан болады. Түбір сөздің соңғы буыны жіңішке болса, жалғанатын жалғауы да жіңішке болады. Дәптермен жұмыс, өздік жұмыс. Екінші тапсырма. Берілген негізгі зат есімдерге ш, ш жұрнақтарын жалғау арқылы туынды зат есімдер жаса. Мүсін, дойбы, сауын, егін, мал, би, жылқы, күй, сиқыр. Алдымен негізгі зат есімдерді, сонан соң туынды зат есімдерді топтап жаз. Әр топтағы сөздерге сұрақ қой. Олардың мағыналық айырмашылығын түсіндір. Жазып болған соң жауаптарды тақтадан қарап тексеріңдер. Жарайсыңдар. Енді біздегі тапсырмалар топтық жұмыстар. Қатар бойынша 2 топқа бөлінеміз. Негізгі зат есімдер және туынды зат есімдер болып. Топтық жұмысты ойын түрінде жүргіземіз. Кім тапқыр ойыны? Ойында берілген 3 тапсырманы алғаш болып қатесіз орындаған топ жеңіске жетеді. Бірінші тапсырма. Жұмыртқа сөзінен бірнеше сөз құрастырыңдар. Мысалы, жұмыртқа сөзінен жұм, қар, жұмыр, қамыр және тағы басқа да сөздер құрастырып көріңдер. Екінші тапсырма. Сұрақтарға жауап беретін сөздерді көп нүктенің орнына қойып оқы. Керекті сөздер: сары бел, атам, егінші, ара. Үшінші тапсырма. Мына схема бойынша туынды сөз жаз. Жауаптарды тексеріп, ойын жеңімпазын анықтаймыз. Сергіту сәті. Тербеледі ағаштар, алдымнан жел еседі, кіп-кішкентай бұтақтар биік болып өседі. Балалар, сергіту сәті неге байланысты болды? Иә, табиғатқа байланысты болды. Ал есімізге түсірейікші, біздің бөлім атауымыз неге байланысты еді? Дұрыс айтасыңдар, табиғат құбылыстары деп аталатын еді. Осылайша сабақтың соңы қорытынды сәтіне де келіп жеттік. Бүгінгі сабағымызға семантикалық карта арқылы қорытынды жасаймыз. Плюс белгісін қою арқылы зат есім түрін анықта. Тапсырманы орындап болғаннан кейін жауабыңды тексеріп, өзіңді бағала.
Бүгінгі сабағымызға білім гүлі әдісі арқылы кері байланыс жүргізейік. Үйге тапсырма. 15-ші беттегі 25-ші жаттығу. Ережелерді жатта. Осымен оқушылар, біздің сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.